Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында мохито сусынын дайындап үйренетін боламыз. Шөлді өте қандыратын, жаз айында таптырмас сусындардың бірі. Құрамы қолжетімді және сіздермен оригинал рецептпен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге мохитоға осындай лимон және де лайм, апельсин, жалбыз керек болады. Барлығын осылай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Егер де сіздерде блендер болатын болса, осылай қабықтарын ашып, блендерге салып езіп алсаңыздар да болады. Одан соң дайын болған жемістерімізді осылай графинімізге салып, жалбызымызды да қосып, үстінен суы шыққанша езіп аламыз. Сіздер де өз нұсқаларыңызбен бөлісіп, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Барлығын жақсылап езіп алғаннан кейін сиропымызды құйып аламыз. Мен осылай еско деген сиропты қолдандым. Графиннің мөлшері 1,5 литр болғандықтан 150 грамм сиропты құйып дайындап алдым. Осылай графинімізге құйып, үстінен сарыағашымызды құйып аламыз. Жартылай сарыағаш, жартылай спрайтты қолданса да болады, ол да өте дәмді шығады. Одан соң осылай жақсылап араластырып аламыз сиропымызды ерту үшін. Дайын болған осылай мохитомыздың үстінен мұзымызды қосып, қонақтарға ұсына берсек болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, құрамы да қолжетімді, үй жағдайында осылай қонақ күткен кезде әрі тез дайындалатын сусындардың бірі. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.